Сот отырысында өзіңіз айттыңыз, иә, мен пробация тіркеуде жүрдім деп айттыңыз. Соны айтыңыз, сіз пробация тіркеуінде тұрдыңыз ба, әлде сізге қатысты үкім шыққан ба? Мен енді ол бойынша кесебінде үй қамақта болдым. Үй қамақта. Үй қамақта. Тергеу сотының қаулысымен үй қамақта болдыңыз, иә? Сізді қаулымен таныстырды ма? Қауыммен таныстырды, және пробация қызметкерлеріне және ауылдық участковыйға мен копияларын берген болатын. Жақсы, яғни сіз білесіз, ішімдік ішетін жерге және түнгі сағат 10:00-ден кейін баруға болмайтын. Жоқ, мүлде вообще шығуға болмайтын. Мен үй қамақ бұлтартпау шарасын бұздым, оны құқық бұзушылық деп танысаңыздар, мен соны құқық бұздым деп өзім есептеймін. Үйден шықпасам, ондай жағдай болмас еді. Онда неге шықтыңыз? Өзімнің денсаулығым ауырғанына байланысты дәріханаға түсіп, және өзім кішкентай балам болғаннан кейін жөргек алуға түсуге мәжбүр болдым, құрметті сот. Түнде? Ой, прокурор, құрметті прокурор. Түнде? Түнгі уақытта, иә? Түнгі уақытта, иә. Одан бөлек соттылығыңыз болды ма? Соттылығым болған, иә. Қандай баппен? Ол енді бұл іске қатысы жоқ деп есептеймін мен, құрметті прокурор. Бұл осы іс бойынша маған сұрақ қойыңыз, мен жауап беремін толығымен. Жоқ, құрметті сот, ол сотталушылардың бұрынғы тарихы, ол мінездеме болып саналады. Құрметті сот, тұратыңыздар. Сотталушылар мәжбүрлеп оларға жауап бер деп айта алмаймыз. Олар қылмыстық жауапкершілік туралы ескертілмейді, жауап бермейтін болса. Сондықтан сотталушы өзі біледі, жауап бермеймін десе, оған құқығы бар. Толығымен жауап берсем де болады, нақты толық жауап бере аламын ол іс бойынша. Соңғы үй қамақ алынған, бұлтартпау шарасы алынған іс бойынша бабы қандай? Мен 2023 жылы 14 желтоқсан күні мені күдікті деп танып, 106-ның бірінші тармағы мен 106-ның тармағы деп мені 2 ай не берген болатын маған. Санкция берген болатын. Мен уақытша ұстау изоляторында осы Талдықорған қаласының 71-ші мекемесінде жапты. Одан кейін мен қорғаушым және жәбірленуші Арипбаев Аян Қуандықұлы сөйтіп бұл іске менің қатысым жоқ екенін арыз жазып берді. Сосын бұл тергеу барысында менің құжаттарды дәлелдейтін нақты дәлел болған жоқ, құрметті прокурор. Одан кейін мен үй қамаққа, осы Талдықорған қаласынан үй қамаққа шыққан болатынмын. Ақпан айының 6-сы күні мен үй қамаққа шықтым. 17 жаз бойы мен тергеу барысында үй қамақтан барып жүрдім Талғар ауданы полициясына. Одан кейін мен нақты дәлел болмады маған. Одан кейін 106-ның 2-сіне тергеуші тұрды, 106-ның 2-сіне көтерді. Ал бұл жайынша жәбірленуші Аян маған бұл іске қатысым жоқ, және куәгерлер болған айғақ, менен ештеңе неғаннан кейін осы 17 қазан болды үкім шығарылған. Маған 7 жыл общий берді. Яғни болды, үкім шықты. Сосын ол болды, ары қарай айтпай қойсаңыз. Айтпағанды айтайын енді. Азамат, тоқтатың. Құрметті сот, енді сотталушы Тоқтабаев азаматтың бастапқыда өзінің мәліметтерін берген кезде анкеталық. Сол кезде бұл туралы қай сотпен қай жылға сотталған туралы айтқан болатын. Ол туралы өзі жазасын алды. Енді бұл қылмыстық іске қатысы жоқ қой қазіргі? Жоқ, мен резонанста деп. Құрметті сот, айтсам болады ма? Жоқ, айтудың қажеті жоқ. Сотталушы өзі жауап беріп отыр. Мен оған құқықтарын түсіндірдім. Жауап беруден бас тартуға болатын туралы. Бірақ өзі айтып жатқандықтан, құрметті сот, мен айтып жатқандықтан оны бөлмеу қажет деп ойлаймын. Жалғастыра беріңіз. Мені резонансқа осы мен 2024-дің 17-сі үкім шығарылды. Бұл іске мен 2024-дің 4-ші қазан айында санкция берілді. Және бұл іске мені санкция халық шулап кеткеннен кейін маған тұрды, Талғар аудандық сот бұл іске қатысы бар деді, маған минимальный срок мені ешқандай жәбірленушінің сөзін және куәгерлердің сөзін назарын алмай маған үкім шығарып жүрді. Мен қазір жоғарғы соттарға арызданып отырмын, бұл сотты да жеңіп ақталып шығам. Қандай жаза тағайындалды айтыңызшы? 106-ның 2-сі. Қандай жаза тағайындалды? 7 жыл.